Hi everyone, welcome to my channel. My name is Үміт. Сәлем сабақтастар, сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болса, жай сөйлем. Онда жай сөйлем дегеніміз не дегенде, ол бірнеше жай сөздерден құрам тапқан, сөздер мен сөз тіркестерінен құрам тапқан сөйлемді жай сөйлем дейтінбіз. Онда болса, біз сөйлемді үш түрлі формасы болады. Яғни ол болымды сөйлем болуы мүмкін, оған қосу белгісін қоямыз. Болымсыз сөйлем мүмкін, ол алу белгісін қоямыз. Және ол қандай сөйлем болуы мүмкін? Сұраулы сөйлем болуы мүмкін. Сонда сөйлемнің үш формасы: болымды сөйлем, болымсыз сөйлем, сұраулы сөйлем. Енді кейбіреулер айтып жатады, болымды сөйлемді дұрыс сөйлем, болымсыз сөйлемді бұрыс сөйлем және сұраулы сөйлем деп. Мейлі қандай атауда болсын, әрбір сөйлемді айтқан кезде біз сол сөйлемнің болымды сөйлем ба, болымсыз сөйлем ба, әлде сұраулы сөйлем ба екенін анықтап алу ағылшын тілін дұрыс үйренудің ең маңызды тәсілі. Енді кеттік. Біз алдыңғы сағатты көрген болсаңыз, this is my деген формуланы үйреткен болатынбыз. Бұл не деген сөз дегенде, мынау менің нүкте. Енді сол нүктенің орнына біз зат есімді қоя беретінбіз. Яғни болымды сөйлем болғандықтан қандай қосу белгісі? This is my mother. Мынау менің шешем. This is my mother. Мынау менің шешем. Енді болымды сөйлемді кейде хабарлы сөйлем деп айтады. Өйткені бір ойды айтады, білдіреді. Енді жалпы осы сөйлемде мынау менің шешем деп айтып тұр. Болымды сөйлем болып тұр. Енді мына сөйлемге қарайық. This is not my mother. Мынау менің шешем емес. Енді қызыл белгіге қойған not деген сөз, мына сөз қайтып тұр, осы сөйлемді болымсыз сөйлемге айландырып тұр. Яғни сөздің мағынасын болымсыз қылып көрсетіп тұр. Енді қараңыз, бұл қай жерге келген? Is деген осы сөйлемдегі is, яғни бұны be етістігі дейді. Келесі сабағымызда үйренеміз. Осы be етістігінің соңына қайткен not қою арқылы бұл сөйлемді болымсыз сөйлемге айналдырған, немесе болымсыз сөйлем жасаған. Қайталаймыз. This is not my mother. Мынау менің шешем емес. Енді қайтып тұр, болымсыз сөйлем болып тұр. Сондықтан болымсыз сөйлемнің алдына алу белгісін қойып қойыңыз. Бұндағы мақсат біз қай сөйлеммен сөйлеп тұруды білу. Енді қараңыз. Is this my mother дейді. Не деп тұр? Мынау менің шешем бе? Немесе бұл менің шешем бе? Деп аударсақ та. Немесе бұл менің анам ба? Is this my mother? Сұраулы сөйлемнің соңында сұрау белгісі болады. Енді осы сөйлемді айттық. Жалпы мына сөзді жаттап біліп алуымыз керек. Егер бір сөйлемде осы be етістігі немесе is етістігі болатын болса, бұл is етістігінің бір сөйлемде егер осындай бір is етістігі болатын болса, осы is етістігінің соңына not қою арқылы болымсыз сөйлем жасаймыз. Not қою арқылы болымсыз сөйлем жасаймыз. Яғни сол сөйлемді терістейміз. Ал енді бір сөйлемде осы be етістігі болатын болса, be етістігін осы сөйлемнің алдына шығарып арқылы, осы is етістігін сөйлемнің алдына шығарып арқылы бұл сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Мінекей. Мына жерде тұрған is етістігі қайта былай шығып сұраулы сөйлемге жасауға болатын болды. Енді мынаған керек. This is my father. Мынау менің әкем. Біз қайтып жазымыз? Хабарлап айтып жазымыз. Бұл болымды сөйлем. Мынау менің әкем деп айтып жазымыз. Енді біз осы сөйлемді болымсыз сөйлемге айтайық. Мынау менің әкем емес. Онда болса қайтып айту керек. Осы сөйлемдегі is етістігі, яғни осы isдің соңына not қою арқылы осы сөйлемді болымсыз сөйлем жасаймыз. Қараңыз. This
is not my father. Көрдіңіз ба? Мынау менің әкем емес деп тұр. Енді осы сөйлемді сұраулы сөйлемге айландыру үшін сөйлемнің ішіндегі осы is етістігі, яғни be етістігін сөйлемнің атына шығарамыз. Қараңыз. Is this my father? Бұл менің әкем бе? Қандай сөйлем болып тұр? Сұраулы сөйлем болып тұр. Is'ді сөйлемнің алдына шығару арқылы сұраулы сөйлем жасадық. Жалғастырамыз. This is my brother. Мынау менің ағам. This is my brother. Мынау менің інім. Brother'дың аға және іні деген мағынасы бар. Онда болса, мынау менің ағам десек, this is my brother. This is my brother. Мынау менің інім. This is my brother. Енді осы сөйлемді айтайық. Мынау менің ағам емес. Онда осы сөйлемдегі is етістігінің соңына не қоятын болдық? Not қоятын болдық. Not қою арқылы бұл сөйлемді болымсыз сөйлем жасауға болатын болды. Көрдіңіз бе? Міне. This is not. Not емес деген мағына білдіреді. Мынау менің қандай? Ағам емес. This is not my brother. This is not my brother. Мынау менің інім емес. This is not my brother. This is not my brother. Мынау менің інім емес. Енді бұл сөйлемді сұраулы сөйлемге айландыру үшін бағана айттық. Осы сөйлем ішіндегі be етістігін, яғни is етістігін қайттық, сөйлемнің алдына шығардық. Алдына шығарып едік, қандай болды? Бұл сөйлем сұраулы сөйлемге айландырды. Енді ескерте кетесін жай, ағылшын тіліндегі әрбір сөздің басына жазылатын әріп бас әріппен жазылады. Яғни бір жаңа қызыл жолдан басталатын немесе жаңа жолдан басталатын ағылшын тіліндегі сөздің бас әріпі қайтеді? Үлкен әріппен жазылады. Сондықтан мына is'дің үлкен әріппен жазылуы, I әріпінің үлкен әріппен жазылуы сол себепті. Енді қараңыздар. Is this my brother? Мынау менің ағам ба? Is this my brother? Мынау менің інім ба? Бұл қандай сөйлем? Сұраулы сөйлем. Енді идеяға келдік. This is my sister. Мынау менің әпекем. This is my sister. Мынау менің қарындасым, немесе мынау менің сіңлім. This is my sister. Енді бұл қандай сөйлем? Болымды сөйлем. Енді осы сөйлемді болымсыз сөйлемге айландырамыз. Онда болса сөйлемдегі is етістігінің соңына не қоямыз? Not қоямыз. This is not my sister. Көрдіңіздер ме? Is етістігінің соңына not қою арқылы бұл сөйлемді болымсыз сөйлемге айландырдық. This is not my sister. Мынау менің әпекем емес. Немесе бұл менің әпекем емес. This is not my sister. Енді айтамыз. This is not my sister. Бұл менің сіңлім, немесе қарындасым емес. This is not my sister. Енді қарайық. Осы сөйлемді. Бұл сұраулы сөйлемге айландыру үшін. Is this my sister? Бұл менің әпекем ба? Is this my sister? Бұл менің әпекем ба? Is this my sister? Бұл менің қарындасым ба? Is this my sister? Бұл менің сіңлім ба? Деген мағынаны білдіреді. Енді жалпы бүгінгі сабағымызды жинақтайық. Онда жай сөйлем дегенді айттық. Жай сөйлемнің үш түрлі формасы болатынын айттық. Олар қайсылар болды? Болымды сөйлем, болымсыз сөйлем және сұраулы сөйлем. Әрбір сөйлемнің өзіндік белгілері болатын болды. Таңбалар, былайша айтқанда, болымды сөйлемді қосу белгісімен, болымсыз сөйлемді алу белгісімен, сұраулы сөйлемді сұрау белгісімен қоятын болдық. Енді бұны айтудағы мақсатымыз, біз өмірде
әрбір сөйлемді қолданған кезде ойымызды тиянақты етіп жеткізу үшін біз кейде хабарлы сөйлем, яғни болымды сөйлеммен айтамыз. Кейде жауап бергенде болымсыз сөйлеммен айтамыз, кейде сұраулы сөйлеммен айтамыз. Сондықтан қай сөйлеммен айтып жатқанымызды білу үшін, есімізде мықты сақтау үшін әрбір сөйлемді жазған кезде біз осы белгіні ұмытпайық. Егер осы сөйлем болымды сөйлем болатын болса, сөйлемнің алдына болмаса үстіне өзіңіз қалаған жеріне қосу белгісін қойып қойыңыз да, бұл болымды сөйлем деп есіңізге сақтап алыңыз. Бұл болымды сөйлем деп. Енді алу белгісін немесе сөйлемнің алдына болмаса үстіне қою арқылы, бұл да қандай болымсыз сөйлем. Онда болымсыз сөйлем болатын болса, міндетті түрде қайтетін болды, сөйлемде not, яғни из етістігінің соңынан not келетін болды. Онан соң сұрау белгісі, яғни сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем болу үшін сөйлемдегі басқа жердегі емес, сөйлемнің ішіндегі из етістігі қайта сөйлемнің адына шығару арқылы қалған жері ұқсамайды. Қалған жері бірдей көшіріледі. Ұқсас бірдей көшіріледі де қайтеді, жазылады. Сондықтан бұл не болады? Сұраулы сөйлем болады. Енді айтамыз, жалпы жинақтайтын болсақ, егер бір сөйлемде из етістігі болатын болса, сөйлемнің алдына шығару арқылы сұраулы сөйлем жасаймыз. Егер бір сөйлемде из етістігі болатын болса, из етістігінің соңына not қою арқылы болымсыз сөйлем жасаймыз. Бүгінгі сабағымыз осыраға дейін. Сабағымызды ұнасаңыз, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі сабағымызда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.